Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен сиыр етінен дайындалатын сірне жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Үйлеріңізде егер де соғымнан шыққан осындай майлар болатын болса, үш май малдың болмаса жаңағындай бүйректің майы болса өте жақсы болады. Сол майларды алып, осы тағамның астына турап май құймай, осы маймен жасасаңыздар, бұл тағам өте дәмді болып шығады. Етімізді осылай үлкен-үлкен кусокқа бөліп дайындап аламыз. Етіміз дайын болғаннан кейін қазанымызды қыздырып, қазанымыздың астына жаңағы тураған майларымызды саламыз. Бұл майды салғаннан кейін біз етімізді саламыз. Етіміздің яғни май жағын қазанның астына қаратамыз. Сол кезде піскен кезде етіміздің майы қуырылып, сап-сары болып қуырылып, өте дәмді болып шығады. Әйтпесе кей адамдар еттің майын жей алмайды. Осылай астына қаратып жіберсеңіздер, майы қуырылып өте дәмді болып шығады. Етімізді салғаннан кейін біз өте баяу отта бір жарым сағат бойы өз буына өзін бұқтырып пісіреміз. Бұл тағам су қосуды қажет етпейді. Яғни өз буына, өзінің майына өзі пісіп шығатын болады. Мінекей біздің етіміз осылай болып пісті. Бір жарым сағатта. Енді пиязымыз бен сәбізімізді саламыз. Сәбізді пиязбен бірге саламыз. Себебі сәбіз қатты. Біраз уақыттайын салсақ піспей қалуы мүмкін. Ендігі осының өзін біз 20-25 минуттай пісіреміз. 25 минуттан кейін біз картошкамызды салып пісіреміз. Картошкада сондай 20-25 минут піседі. Осы аралықта біз елеп дайындап қойған нанымызды жайып бастаймыз. Бұл нанды жайып болғаннан кейін ортасына салма саламыз. Салма салған кезде сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Яғни пиязды үккіштен өткізіп салсаңыздар да өте дәмді болып шығады. То есть жаңағы сәбізді. Болмаса пиязды жаңағындай турап кіші бөліктерге, одан кейін қара бұрыш салып, суын әбден шығарып, ортасына салма ретінде салсаңыздар, нандарыңыз өте дәмді болып шығады. Бүгін мен осындай көк пиязды салатын боламын. Бұл пиязбен де өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Пиязымызды турап болғаннан кейін біз нанымызды кішкентай бөліктерге, яғни аса үлкен емес, аса кіші емес, орта бөліктерге бөліп, осылай салмамыз саламыз. Нандарыңыз сіздердің өте жаңағындай жалпақ болмауы тиіс, және де өте ұзын болмауы да тиіс. Ұзын болса сіздер көп орайсыздар да, нанның ортасы жаңағындай піспей қалады. Сондықтан да осындай орташа бөліктерге бөліп, ортасына салмасын салып, осылай орап шығамыз. Яғни роза болып шығады бізде. Бұл өте жаңағындай тамақ піскен кезде әдемі бір сән беріп тұрады. Мінекей біздің розамыз дайын болды. Сіздерге біреуін мысал ретінде көрсетейін. Одан кейін қалғандарында дәл осылай жасап шығамыз. Осылай сәндейміз. Мінекей осындай болып шықты. Енді барлық қалғандарын осылай жасап, одан кейін біздің қазанымыздың бетіне салатын боламыз. Қазанның бетіне салып, наны примерно 40 минуттай пісуі қажет. 40 минуттан кейін көріп, піскен болатын болса алып, қазандарыңыздан түсіріп, ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді ас. Мінекей біздің асымыз осындай болып шықты. Тамақты осылай салып шығамызда, ең соңында біз қазанның түбіндегі майын осы тамақтың бетіне қасықпен құйып шығамыз. Сол кезде мына піскен нандарыңыз құрғақ болмайды. Біз бағана нанның ортасына май жаққан жоқпыз ғой. Енді осы соңғы кезеңде біз піскен, яғни тамақтың өзінің майын осы нанның бетіне
жаңағыдай қасықпен құйып шықсаңыздар, нандарыңыз құрғақ болмайды, өте дәмді болып шығатын болады. Бұл тамақты жаңағы үйде ондай май болмаса да, жаңағы сиырдың, қойдың майы болмаса, сұйық маймен де жасасаңыздар болады. Бірақ та осы маймен өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.